Сәлем достар, сіздермен бірге мен Әсел. Қазақстанға келдім Кореядан. Қазір Астанадамын. Астана өте суық, -20 градус болу керек қазір. Артыңғы фонда менде шырша тұр. Себебі бүгін 31 желтоқсан, яғни жаңа жыл. Бүгінгі бейнеблогта мен сіздерге Кореядан алған әсерім туралы айтып беремін. Артықшылықтары мен кемшіліктері туралы. Менің ойымша, менің ойым субъективті болады, себебі мен Сеулда 4 ай тұрдым, оқыдым. Ал бастайық. Ең біріншіден, Корея халқы ит жейді деген ол өтірік. Керісінше, Корея халқы иттерді қатты жақсы көреді. Тіпті 2015 жылдың статистикасы бойынша шамамен 10 миллион адам Кореяда ит асырайды екен. Тіпті кейбір кафелерге сол иттерді көру үшін барады. Мысалы, Баухаус деген кафе бар. Мен ол жаққа бардым. Неше түрлі породалық иттер бар. Ол кафе туралы менің 6-шы блогымнан көрсеңіздер болады. Алғашында Сеулға келген кезде бізді, яғни мені және басқа да қазақ достарымды корейлер өздерінің халқы ретінде көретін, өздеріндей мүмкін бет-әлпетіміз ұқсағандықтан болар. Дегенмен, қазақ және Корея халқында айырмашылықтар өте көп. Біздің салтымыз болсын, мәдениетіміз болсын. Оңтүстік Кореяның артықшылықтары мен кемшіліктеріне келетін болсақ, әрине өздеріңіз білесіздер, Корея өте қатты дамыған. Менің ойымша, Корея батысқа, яғни Америкаға қатты еліктейді. Сондықтан да жақсы дамыған деп ойлаймын. Әсіресе олардың транспорт жүйесі, ғылыми технология, яғни толықтай модернизация. Маған қатты ұнағаны, Кореяда кез келген жерде карточка арқылы төлем жасауға болады. Мысалы, Кореяда көбісі портмоне ұстамайды, біздікінде ішінде тиын, ақшамен, көбісі мынандай зат ұстайды. Онан ішіне карточкаларды салып қоюға болады. Менің оқыған университетім, ол Сеулдағы Чунан университеті, бізге мынандай карточкалар берді. Бұл карточка арқылы төлем жасауға болады. Кез келген төлем, мысалы метрода болсын. Осы карточка арқылы кабинеттерге кірдік, өте ыңғайлы деп ойлаймын. Әр нәрсенің екі жағы болатын секілді. Маған оңтүстік Кореяда ұнамаған нәрселер болды. Олардың ішімдікке деген құмарлығы, drinking culture, демалыс күндері ішеді, тіпті дүйсенбі күндері де іше береді, таңертең де іше береді. Корея халқының өздерінің алкоголь бар, оның аты соджу. Олар соджу ішкен жақсы көреді, және де олар сыра да ішеді. Көбісі ойлайды, оңтүстік Кореяда ер адамдар кішкене қыз секілді жүреді, қыз секілді киінеді. Арасында бар сондай адамдар, мысалы, кешке қарай мен өзім көрдім, боянып алған балдарды. Бірақтан олар өте аз. Оңтүстік Кореяда, әсіресе Сеулда маған қатты ұнағаны, балдардың саны қыздардың санына қарағанда көбірек. Мысалы, біз білеміз, Қазақстанда бір ер адамға 7 әйел адамнан. Тағы да бір айта кететін нәрсе, Кореяда локизм деген нәрсе бар. Кез келген жерге жұмысқа алатын болса да, көбінесе бет-әлпетіне қарайды. Достар, сіздерге осы бейнеблог ұнады деген ойдамын. Мен өзім қазақ болсам да, маған қазақша блогтар түсіру өте қиын. Бірақтан мен қызықты қазақша блогтар түсіруге күш салып жатырмын. Пікірлеріңіз, ұсыныстар мен сұрақтарыңыз болса төменге, немесе менің әлеуметтік желілеріме жазсаңыздар болады. Көргендеріңізге рахмет. Және де жаңа жылдарыңызбен.